Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі аудит пәні арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Досжан Жанболатович есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы қаржылық бақылау жүйесіндегі аудиттің орны. Мақсаты білімділік, қаржылық бақылауды басқарудың маңызды функциясы ретінде қарастыру, дамытушылық аудит пен тексерудің айырмашылығын ажырату, тәрбиелік аудиторлық есеп берудің маңыздылығын үйрену. Бақылау басқарудағы ең басты функция. Экономикалық қоғамдағы қаржы қорын басқару бақылау өрісін реттеу жүйесінің бөлінбейтін бөлігі. Нарық экономикасы орныққан елдерде бақылауды ұйымдастыруда келесі тәсілдерді пайдаланады. Яғни олар ең жоғарғы мемлекеттік бақылау орны, есептеу палатасы немесе басты бақылауды басқару аппараты. Одан кейін салық қызметінің орындары, мемлекеттік бюджет арқылы қаржыландырылатын министрлік және ведомстволық бақылау, тексеру бөлімшелері және тәуелсіз аудиторлық бақылау. Заңды тұлғалар мен бақылау қызметінің сипатына байланысты қаржы бақылауы мына бөліктерге бөлінеді: мемлекеттік, ведомстволық және ведомстводан тыс, бақылау объектілеріне байланысты ішкі және сыртқы, ұйымдастыруды жүзеге асыруына байланысты тексеру, ревизия және аудиторлық аудит болып бөлінеді. Мемлекеттік қаржы бақылауының негізгі міндеттері мемлекеттік қаржы қорларын бөлу мен бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің заңдылығы мен дұрыстығын тексеру, мемлекеттік қаражатты үнемдеп жұмсау және тиімділігін тексеру. Мемлекеттік бақылау органдары өз міндеттерін әділ және тиімді атқарады, егер олар тексеруші кәсіпорынға тәуелді болмаса және көлденең әсерлерден қорғалған болса. Аудит пен тексерудің айырмашылығын қарастырамыз. Мақсатына байланысты аудит дегеніміз қаржы есептемесінің дұрыстығы туралы тәуелсіз пікір білдіреді, сондай-ақ жәрдем береді, қызмет көрсетеді, тапсырыс берушімен ынтымақтастықта болады. Тексеру кемшілікті табу, мақсаты оны жойдыру және айыптыларды жазалау. Сипатына байланысты аудит кәсіпкерлік қызмет, тексеру атқарушы қызмет, жарлықты орындау қызметін атқарады. Өзара қатынас негізінде аудит өз еркімен келісімді түрде іске асырылады. Тексеру болса ықтиярсыз жоғарғы немесе мемлекеттік органдар жарлығымен орындалады. Басқарушылық байланысына байланысты аудит деңгейіне байланыстар тапсырыс берушімен тең құқықты өзара қатынас, олардың алдында есеп беру болып қарастырылады. Тексеру сатылас байланыстар, жоғарғы буындарды тексеруді тағайындауы, олардың алдында орындалған туралы есеп беруі. Қызметін төлеу тәртібі бойынша аудитте төлемді тапсырыс беруші төлейді, тексеруді төлемді тексеруді тағайындаған жоғарғы буын немесе мемлекеттік органдар төлейді. Тәжірибелік міндеттеріне байланысты аудит тапсырыс берушінің қаржы жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін пассивтерді қатыстыруда, инвесторлар, несие берушілер тапсырыс берушіге жәрдем көрсетеді, кеңес береді. Тексеру активтерді сақтау, қиянатты бұлтартпау болып табылады. Нәтижелеріне байланысты аудиторлық есеп заңдылық маңызы бар барлық заңды және жеке тұлғаларға, мемлекеттік үкімет пен басқару органдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, сот және тергеу органдарына берілетін құжат. Тексеру болса, тексеру актісі ішкі құжат, онда барлық табылған кемшіліктер тіркеледі, актіні тексеруді тағайындаған жоғарғы немесе басқа органдарға жіберуге тиісті. Үй жұмысы Қазақстанның кәсіпорнында жүргізілетін ревизиялық тексеріс пен аудиторлық тексерістің ерекшеліктері.